Диана Гренни, Диана Мистер Мид, Диана Майнкрафт, Диана Скулбой туралы айтшы. Диана деп комментте жазып, тіпті личкаға да шығып кеткендер қаншама. Бұл жолы, яғни 6-шы бөлімді өз қалауыммен емес, сіздердің күнде айтып сұрап жатқан ойындарыңыз жайлы видео жасауды жөн санадым. Сіздер сұрап жатқан ойындар жайлы естіп көргенім бар. Ал енді шынымен барлығыңыз айтып кеткендей не қорқыныштысы, не сұмдығы бар екен зерттеп көрдім. Бұлай ойлап қарасам, шынымен де бірдеңе бар екен. Ең қызығын соңына қалдырдым, сол үшін соңына дейін көріңіздер. Байқасаңыздар, әр бөлімді сіздер үшін ерекше етуге тырысып жатырмын. Сосын мен уже не істерімді білмеймін ше. Біреуіңіз Диана видеоларды бұдан да қорқынышты қылшы дейсіздер, ал басқаларыңыз қорқынышты қыла бермеші, қорыққанымнан көре алмай қалып жатырмын дейсіздер. Не істейін өзі? Қалай болсын сонымен? Әлде өз қалауыммен жасай берейін бе? Сәлем сіздермен Диана Кю, көп созбай қорқынышты ойындар жайлы 6-шы бөлімді бастаймыз. Енді бұл жолы тамақ жеп көре берсеңіздер де болады деп ойлаймын. Мистер Мид ойыны көбінесе оқушылар арасында әжептәуір хит ойын екен. 50 миллионнан көп адам тартқан. Сонымен бұл ойынның қандай қорқынышты жері бар? Көрейік. Жалпы мид сөзі ет дегенді білдіретінін айтып отырмасам да білетін шығарсыздар. Сонымен ет ағайымыз әрине еттен ауыратын ағай. Үйдің бәрі ет. Тек қой, ат, сиыр, шошқаныкі емес, тіпті адамдікі де. Иә, мына асылып тұрған адам аяқтары Мистер Мидтің туындылары. Жалпы Мистер Мид ойынының түрі де, бізге берілетін тапсырмалары да көп екен. Бірінде жоғалған қызды табуымыз керек, бірінде Мистер Мидтің шошқаға айналдырып жіберген қызын қайттан адам қылуымыз керек, тағы бірінде доказательстволар тауып Мистер Мидті полицияға ұстатуымыз керек. Қазір шошқаға айналған қызды адамға айналдырып көрейік. Ол үшін 3 түн, яғни 3 мүмкіндік беріледі. Үшеуіне де таппаған жағдайда Мистер Мидтің етіне айналасыздар. Сіздерден де жаңағыдай туындылар жасап жүретін болады. Қолыңызға автомат беріледі, оны атып әрі есікті ашасыз, әрі Мистер Мидті өзімізге шақырып аламыз. Қайда барсақ та енді артымыздан қалмай қуалап жүретін болады. Әртүрлі бөлмелерге кіріп, подсказкаларды іздеп, шошқа қызды табуымыз керек. Мистер Мид жақындаған сайын осындай қорқынышты дыбыстар шығарып тұрады. Ребекка үшін, яғни шошқа қызымыз үшін профессорды шақырып, оған керек заттарын әкеп беріп, қызды қайттан адамға айналдырамыз. Міне мынау дәл сол кез. Енді полицияға ұстату үшін әртүрлі бөлмелерден дәлелдер іздеп тауып, полицияны шақырып, Мистер Мидті ұстатамыз. Ұсталған соң Мистер Мидтің қорқынышты шындығын, адамдардан не істегенін бізге көрсететін болады. Ал мынау Амелия Кларк деген қызды тауып құтқарған кез. В общем, Мистер Мидке жұмысқа тұрып, жоғалып кеткен қыз екен. Мен барлық ойынға толық тоқталған жоқпын, өйткені көрсететін және айтатын мелочтар өте көп. Бірақ сіздер қорқынышты дейтіндей емес екен. Кәдімгі хоррор ойын. Бұлай психиканы бұзатыны бар деп те айта алмаймын. Жалпы ойнауға болатын ойын. Майнкрафтты сұрағандардың көп екенін айта алмаймын. Майнкрафттың оригиналында тұрған ештеңе жоқ. Алайда алдыңғы роликтерімде айтқанымдай көптеген ойындардың эксе версиясы болады, яғни қорқынышты түрі. Қазір пиратский Майнкрафт хоррор ойынын көрейік. Ойынның басы кәдімгідей Майнкрафт сияқты басталады, бірақ осы шахтасын қазып жатқанда артқа қарап қалсаңыз, қап-қара бірдеңенің тұрып жоқ болып кеткенін көресіз. Сосын алдыңыздан ескерту шығады: пиратство незаконно деп, және көп деген ошибка деп тұрған түсініксіз жазулар шыға бастайды да, басқа аты көрінбей тұрған ойыншыдан сізге хат келеді. Сен көргеніңнің бәрін игнор жасасаң да болады. Ойынды жалғастырып жатқанда алдымыздан бас шығады да, чатта тағы да хат пайда болады. Онда мен сені көріп тұрмын деп тұрады. Көп ойыншылар бұл ойынға аруақ кіріп кеткен, және сол аруақ шын өмірде де сені іздеп келуі мүмкін деп айтып жатады екен. Бірақ қайдам, сол өсек қой барлығы. Егер ойыннан шығам десеңіз қоя салыңыз, бәрібір шыға алмайсыз, ешқандай кнопка істемей қалады. Кейін сізге тағы да хат келеді: шынымен де шығып кетемін деп ойладың ба? Кейін алыстан тағы да жаңағы қап-қара бірдеңе көрінеді де сізге қарай жақындай бастайды.
Иә, осыдан соң айдалаға кетіп қаласыз. Жан-жағыңызда бір штук ағаштан басқа ештеңе жоқ. Құрастыр деген жазу тұрады. Енді құрастыра бастағаныңызда қасынан өзімен өзі бір үй пайда болады. Сол үйге барып ішіне кірген соң есік жауылып мүлде жоқ болып кетеді. Сонымен тағы да жазулар пайда бола бастайды. Мен бұл жерде өлгенмін. Осы жер өлу үшін керемет жер деп ойламайсың ба? Үйді бұзуға тырыссаңыз да қолыңыздан ештеңе келмейді, бұзылмайды. Бірақ бір уақытта есік пайда болады да сыртқа шығып кеткеніңізде кейін қорқынышты бас жоқ болып кетеді де жазу пайда болады. Байқамадың ба? Артыңа қара. Бірақ артқа қарағаннан ойыннан шығып кетеді. Негізі интернетте Майнкрафттың хоррор ойындары өте көп екен. Келесі бөлімде тағы біреуін зерттеп көремін. Ал енді келесі ойынға өтейік. Уағында ең атақты ойындардың бірі, ал қазір жаймен қалып бара жатқан Schoolboy ойынында айтарлықтай жайт бар екен. Ойынның оригиналын хоррор ойын деп айта алмаймын, тек бір-екі жерлері болмаса, мысалы ата-анасынан қашып оларға ұсталып қалған кез және маньяк атаға тап болған кездер. Жалпы ойында не болатыны жайлы бәрін айтып отырмасам да өздеріңіз де білесіздер. Сізге берілетін тапсырма үйден қашып кету және ата-анаңызға ұсталып қалмау. Бұл ойынның да басқа да эксе, яғни қорқынышты түрлері өте көп. Арабский Schoolboy, басқа Schoolboy, барлығында почти бір нәрсе. Алдыңыздан тұрып быт-шыт болып тұрған Андрей немесе оның мама-папасы скример болып жүрегіңізді ұшырып тұрады. Бірақ менің сіздерге айтқым келіп тұрғаны Schoolboyда болып жатқан оқиға шын өмірден алынған деседі. Яғни шынымен де Андрей деген мектепте оқитын бала үйінен қашып кетіп, жоғалып кетіп, кейін өлі табылған екен. 2015 жылы Андрей деген баланы үйінен ата-анасы шығармай қойған екен. Бірақ Андрей үйінен қашып кетіп, достарымен ойнап жүріпті. Кейін бір өзі көлдің жағасында серуендеуге кетіпті. Бірақ сол кезден бастап жоғалып кетіпті. Қаншама адам болып барлық жерден іздеп, 2 аптадан соң ақыры оны тауыпты. Бірақ тірі емес. Жалпы бұл ойынның сценарийіне сай келетін шын өмірде болған жайттар өте көп. Біреуі өліммен аяқталса, біреуі тірі болған болады. Вернулись с работы и ребенка дома не обнаружили. То есть стали искать, ребенок ушел без телефона. А потом родители обнаружили, что пропали некоторые вещи, то есть рыболовная снасть. Бірақ ойынды жасаған адамдардың өзі, бұл ойын шын өмірдегі оқиғадан алынған деп официально айтпайынша, бәрібір барлығы тек өсек болып қалады. Болды. Schoolboy'дың хоррор ойындары браузер сайттарда өте көп, бірақ тартып жүрмеңіздер, өткені зерттеп көрсем, почти барлығы вирус екен. Телефон бұзылып, ұрыс естіп жүрмес үшін абайлаңыздар. Грэнни. Ең қызығын соңына қалдырдым. Мыңнан көп адам сұраған шығар Грэнни деп. Ойында не болатын барлығыңыз білесіздер, қорқынышты әжеге ұсталып қалмай одан қашу керек. Үйден шығып кетудің немесе әжені өлтірудің амалын істеу керек. Бірақ Грэннидің негізі кәдімгі балаларын, немерелерін жақсы көретін әже болған білесіздер ме? Не үшін Грэнни ондай жаман құбыжық болып кетті? Оның отбасы неге бірінен кейін бірі монстр болып кеткен? Қызық болмаған ба? Қазір осы сұрақтарға жауап алатын боласыздар. Экранға жақынырақ отырып, мұқият тыңдаңыздар. Кейін таныстарыңызға айтып бересіздер. Грэнни және Грэнпа. Олардың 3 балалары болған екен. Анджелина, Боб және Баг. Анджелина Саймон атты жігітті кездестіреді де оған ғашық болып тұрмысқа шығады. Қыздары дүниеге келеді. Оның есімін Прина деп қояды. Әжептәуір бай, бақытты болған екен, бірақ көз тиген болар. Бір күні Анджелина отбасына қарғыс атам деп барлығының тамағына у салады. Сол кезден бастап бүкіл отбасы проклятый болып кетеді. Жаңағы Прина қызымыз енді Слендринаға, ал әкесі Слендерменге айналып кетеді. Қалған отбасы мүшелері де зомбиға айналып, кожалары серый болып кетіп, көздерінің қарашығы жоғалып кетеді. Сол проклятый болып кеткеннен бастап енді олар орманда өмір сүретін және адамдарды өлтіріп жүретін монстрға айналып кетеді. В общем, сидела женщина и скучала болып тұр ғой. Егер Грэннидің қызы Анджелина ерігі барлығына у бермегенде, ондай болмайтын еді. Кәдімгі тыныштықты жақсы көретін, бір-бірін сыйлайтын жап-жақсы ақ отбасы еді. Анджелина не үшін олай жасады? Жалпы түсінбедім. Білгендеріңіз болса, комментке жаза кетіңіздер. Негізі бұндай оқиғалардың көбісін адамдардың өздері ойлап табады. Көптеген информацияларды іздеп жүріп, қайсы шын өтірігін білмейсіздер. Мен өзім мектеп кезінде Грэнниді ойнағанмын.
білесіздер ма не істегенімді? Оянған бөлмемнен шықпағам ғой, мүлде қорқып отыра бергем. Кейін ютубтан басқалардың ойнағанын көріп отырғам. До того ойынды бастамағанмын да ғой. Иә, бүгінгі роликте сіздер айтқан ойындарды зерттеп көрдім. Тағы қандай ойынды көргенімді қалайсыздар? 7-ші бөлімде тағы да қалауларыңызды орындайын. Лайк, пайк демей қояйын. Комментте ойыңыздан шықпай жүрген ойын болса жаза беріңіздер. Ал сіздермен болған Диана Q, келесі қорқынышты роликте кездескенше.